Сәлем, достар. Бүгін біз маңызды тақырыпты талқылаймыз: гемоглобин деңгейінің төмендігі. Бұл жағдай ағзаға қалай әсер етеді, оның негізгі себептері қандай, және гемоглобинді қалай қалпына келтіруге болады? Жауаптар осы видеода. Видеоны соңына дейін көріп, пайдалы ақпарат алыңыз. Бір бөлім: гемоглобиннің төмен болуы дегеніміз не? Гемоглобин дегеніміз не? Гемоглобин қанның қызыл жасушаларында, эритроциттерде болатын оттегіні өкпеден барлық мүшелерге тасымалдайтын ақуыз. Гемоглобин төмен болса, бұлшықеттер мен ағзаларға оттегі жетіспейді. Қаназдық, анемия пайда болуы мүмкін. Қалыпты деңгейі: ерлерде 130-160 кіл, әйелдерде 120-150 кіл. Балаларда жасына байланысты 110-150 кіл. Екі бөлім: гемоглобиннің төмендеу себептері. Негізгі себептері: бір темір жетіспеушілігі. Темірге бай тағамдарды аз тұтыну. Ас қорыту жүйесінің бұзылуы нәтижесінде темірдің сіңбеуі. 2В12 және фолий қышқылының тапшылығы. Бұл дәрумендер гемоглобин синтезіне қажет. Қан жоғалту. Әйелдерде ауыр етеккір, жарақаттар немесе операциялар. 4 созылмалы аурулар. Асқазан жарасы, бауыр және бүйрек аурулары. 3 бөлім: гемоглобинді қалай көтеруге болады? Гемоглобин деңгейін көтеру жолдары: 1. Тамақтану арқылы. Темірге бай тағамдар: қызыл ет, бауыр, бұршақтар, шпинат, анар, алма. 12 дәрумені бар тағамдар: жұмыртқа, сүт өнімдері, балық. Фолий қышқылы: көкжидек, авокадо, брокколи. 2 дәрумені. Темірдің жақсы сіңуіне көмектеседі. Апельсин, лимон, құлпынай секілді тағамдарды тұтыныңыз. 3 сұйықтықты жеткілікті ішу. Қан айналымын жақсартады. 4 медициналық препараттар. Дәрігердің нұсқауымен темір немесе дәрумен таблеткаларын қабылдаңыз. 5. Дұрыс өмір салты. Күйзелісті азайтыңыз және физикалық белсенді болыңыз. 4 бөлім: гемоглобин төмендегенде неге мән беру керек? Маңызды ескертулер: өзіңізге дәрі тағайындамаңыз. Алдымен дәрігерге қаралыңыз. Ұзақ уақыт бойы төмен гемоглобин созылмалы шаршауға және басқа да ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Қорытынды: гемоглобин деңгейін бақылау сіздің жалпы денсаулығыңыздың кепілі. Дұрыс тамақтанып, уақытында дәрігерге қаралып, денсаулығыңызға жауапкершілікпен қараңыз. Сіз не ойлайсыз? Төмендегі пікірлерде өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Сіздермен болған пайдалы кеңестер арнасы. Келесі видеода кездескенше.